Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 50-ші сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы наурыз тақырыбын өтеміз. Осы сабақта білетінің тақырыбы мен иллюстрация бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды. Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазу және есту, есте сақтау арқылы жазады. Мұғалімнің қолдауымен энциклопедиядан наурызек туралы ақпарат табады. Жарайсыңдар балалар, олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығудағы өлеңді мәнерлеп оқиық. Жақсы, балалар, мені тыңдаңдар. Наурыз басы ырыстың, ұлы күні ұлыстың. Жер босанып, тоң жібіп, ашылады тынысың. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан, ән шалқытып күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Авторы Серік Әкрамұлы. Жақсы балалар, енді бұл өлеңде балалар бізде мағынасы белгісіз сөздер бар екен. Мысалы, тоң деген сөз. Тоң ол суықтан қатып қалған жер қабатын айтамыз. Ал ізгілік дегеніміз қайырымдылық, жақсылық деген мағынаны білдіреді. Балалар, наурыз мейрамы туралы не білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Наурыз мейрамы ол бүкіл халықтық мейрам. Наурыз мейрамы кезінде адамдар бір-біріне жақсы тілектерін айтып, наурыз көже ішеді екен, балалар, жарайсыңдар. Ол кезде табиғатта қандай өзгерістер болады? Жалпы балалар, наурыз мейрамы ол көктем мезгілінде болады. Көктем мезгілінде күн жылыйды, жылы жақтан құстар келеді. Және де талдардың барлығы бүршік атады. Адамдар жылы киімдерін шешіп, жеңіл киіне бастайды. Жарайсыңдар балалар. Балалар, наурыз мейрамында адамдар бір-біріне қандай тілектер айтады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Наурыз мейрамында адамдар бір-біріне жақсы тілектер айтады екен. Мысалы, молшылық болсын, тыныштық болсын, халқым аман болсын, ақмол болсын, ұлыс оң болсын деп жақсы тілектерін айтады екен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Мәтінді көшіріп жаз делінген. Балалар, наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді, оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Енді осы мәтіндегі балалар наурызекті ешкім үркітпейді деген сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтайық. Наурызекті ешкім үркітпейді. Нені үркітпейді? Наурызекті үркітпейді. Наурызекті не істейді? Үркітпейді екен. Наурызекті үркітпейді. Кім үркітпейді? Ешкім үркітпейді. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Олай болса, наурызек деген не екенін білеміз бе балалар? Жақсы балалар, наурызек наурыз айында келетін торғай жыл құсы. Даладан осы құсты көрсеңіз, нағыз көктемнің шыққанын білдіреді балалар. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі үшінші жаттығу суреттерді пайдаланып сөз жұмбақты шештелінген. Балалар, қандай суреттерді көріп тұрмыз? Нан, су, айран, тары, құрт және қымыз суреттерін көріп тұрмыз. Олай болса, бірінші қандай сөз? 3 әріптен тұрады, соңында н әріпінен аяқталу керек. Нан, жарайсыңдар. Келесі бастапқы әріпі а әріпінен басталып 5 әріптен тұрады. Айран, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Келесі су, жарайсыңдар. Келесі сөз құрт, жарайсыңдар. Келесі тары, жарайсыңдар. Келесі қымыз, жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сабағым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.